Сәлем, қалайсыздар? Блогыма қош келдіңіздер. Бүгін біз папасы, Мұстафа, Фатима төртеуміз паркке келе жатырмыз. Мына парк қой өзіміздің есігіміздің алдындағы. Хаги, Фатима, привет де жүгір бар. Қолыңмен бүйт. Привет де. Жоқ, рахмет. Ылғи түсіп жүрміз, рахмет. Күшті ма? Хаги, ұнады ма? Балаларға сөйтіп қол бергеннің өзі күшті болып қалады ғой. Мына өткен сайын қол береді осы жерден. Вау, енді сол мына девочкаға барып қол береміз мына жерден. Қазір көрсетеміз. Мына девочкаға. Қазір барамыз. Суретке түсесің бе? Түспейсің бе? Мә жап-жасыл болып парктың іші күшті болып келе жатыр екен. Адам көп. Ал? Сабаққа енді барамыз. Сабақ ертең ба? Ертең жұмыс күн ба? Онда ертең демалыс. Бір күннен кейін барасың қызым. Балам күшті ұйықтап жатыр. Өстіп болды енді күн жылыды 2-3 сағаттан өстіп далаға шығарып тұру керек бұны. Таза ауаға. Не хочешь, а что? Күшті қоян. Қорқасың ба? Қорқады екен қояннан. Фатима екеуміз бір бауырсақ алдық. Баласы табылды. Мә, бір кісінің баласы жоғалып кеткен ғой. Мамасы мен баласы шыңғырып жылап мына жерде. Баласын тауып алды. Переживать етіп өліп тұр едік қой. Ойбай, Құдай-ай. Табылды. Ағасы көтеріп апты жаным. Мә, мамасы истерика ұр. Жаным, ойбай, мама, бала деген е. Мамасы жерге отырып тұрып жылап жатыр. Табылды. Баласы паркте жоғалып кеткен ғой. 4 жастағы бала дейді. Фати жоғалып кетпей. Жүр қасымда. Мамасы истерика жасап жылап мында деген баласын таппайшы телефоннан суретін көрсетіп. Мына жерде бүткіліміз іздеп кеткенбіз ғой, уайымдап. Сөйтіп етіп бір үлкен кісі тауып келді ғой. Милицияға звондап жүрген ғой, уже милицияға звондап, охрана бәрі. Ана апай тауып берді, мына көктегі. Үлкен кісі кореянка екен, сол кісі тауып берді ғой. Жүрегім ұстап кетіп бұратыр уайымдап. Тима осы жерге ойнаймын дейді. Билет алайық. Мәнен қараңыздар адамдарды. Рахмет. Мә билетін түсті. Бетіндегі, да, вот этот. И потом? Можешь вот эту взять. Болды. Енді бар ана жаққа жүгір. Барам ғой. Жүгір бара ғой. Бер ана отырған ағаға бересің, алдыңда отырған. Жүре бер. Ручки выпри. Мы сейчас пойдем. Мына жер ғой, ылғи да ойнайтын жер. Не, Фатима? Ой, жүзгіреді осы жерге. Осы жер ұнайды бұған. Оказывается, 20 минут екен. Молодец! Түсіріп атырым. Күшті жер ғой. Басында қорқатын осы жермен жүругеші. Равновесие ұстап жүру керек қана жерден. Молодец, қызым. Ойнағысы келіп жатыр еді. Песокпен ойнап отыр. Фатималар мынаған отырамыз деп билет алуға кетті папасы екеуі. Біз Мұстафа екеміз таспихымызды тартып тұрмыз. Всегда таспих өзіммен болады ғой, таспих тартамын постоянно. Отырғым келмейді мен үш нәрсеге. Басым айналады, қош деп. Сол күтіп тұрмын екеуін. Адам деген көп, масқара көп. Бүткілінде очередь бар, бүткілінде. Міне, Фатима, пока. Көрсетпеймін, қасында папасы бар екен енді. Ұнады ма?
Күшті ме екен? Да? Несін от? Да. Фатима екеуміз магазинге келдік енді. Зеленый лук ұнай ма не? Краб ұнамай ма? Деп өзіндікін пихать етіп жатыр деймін. Сок алсайшы. Мына жерде тұрған соктар ұнамай ма? Мынандай ма? Ала. Қашада 600 теңге бар еді, қоса салайын ба? Қосасаңыз аха. Қарыз беді. Айтасаңыз өзі. Айша емес, Айша. Аружан 600 теңге қарыз болған ғой. Қарызын төлеп келе жатыр. Баяғыда мен сондай едім. Кішкентай кезімде мен қарызданып жүретін мама. Анара қарыз деп. Бүткіл магазинге қарызданып кететін. Ол кезде деген 20 теңге, 30 теңге еді ғой. 30 теңге. Анара 20 теңге қарыз, анара 30 теңге. Бүткіл қарызын төлеп келе жатырмын деп сөйтетін еді мамам зарплата алған кезде. Сол сияқты қызымның қарызын төлеп күлкім келіп келе жатыр ғой. Нан қарасаңыздар, кіре қалсақ үй деген тап-таза. Нан қараңыздар, жылтырап жатыр пол деген. Рахмет, қызым, жаным. Ну, қандай рахат, осындай таза үйге келген. Папасына пранк жасағалы жатырмыз, короче. Давай. Звондап жатырмыз. То реакциясын көре алмаймыз. Неге алмайды? Дауысын шығардың ба? Енді барған жоқ қой көдік. Ойбай, мына Мұстафаның қолына ұрғыштап мені. Страшно. Пап, сотыңызды ұмытып кетіпсіз ғой десе. Алло, папа. Телефоныңызды ұмытып кетіпсіз, алып кетіңізші. Нені? Телефоныңызды. Оттамаш телефон қолда. Жарайды. Ал, оттамаш дестідің. Оттамаш телефоныңызды. Жоқ, папасы алжып жүрма десек, әлі алжып қоймапты әкесі. Шықтық ауыз ашарға. Ойбай, бетіңде оқып көрсетіп жүрдім ғой. Айнаны көрсетейін дегем ғой. Шықтық мінеки. Мұстафаны көтеріп алдық уже. Мұстафа да үйреніп қалған, я Айша. Фатима мне ойыншығын алып алды. Какой-то помыли, смотри. Айшаның суығы. 9. Кеттік ал. Келдік. Кеттік. Төртеуміз ғана спокойно. Жүрміз да. А бәріміз жүрсек. Неге? Реально. Да просто жабайлар у нас, а мы нет. Короче. Ну я говорю... Нандай. Ну я говорю, что ты не жабайы. Жабайышка, шашын не өттік. Ну ты главный жабайы. Фатима ұйықтап қалды да сонымен шаштарының бәрі. Аяғымыз түсіп келеткен шашын, я Айша. Жоқ, Мұстафаны. Аяғымды түсіреді, аяғым не керек деймін? Очень эстетично вообще қараңыздар. Ана жақта иттер үріп жатыр достар. Бізді қазір тауып кетеді. Бітірдің ба уборкаңды? Ораза болмаса не қылады? Намаз оқып алайық деп үстіне қарай шықтық. Не қылды Фатима, қайда? Все. Я жай намаз үстінде бар. Қазір үстінде PlayStation алдында айтып едім ғой. Сол жерлерді көрсетем, короче. Налар жүр мұнда? Аяқта адам бар ма? А че бұл жақта ешкім жоқ? Вай, налар аяқта тұрға. Балам, жақсымын. Заным. Жүректерім кепті ғой мына аяқтың бәрі. Балам, сағынып кеттім ғой сені. Мен тұрған күнінде бардым. Иә? Не, 2 PlayStation ойнап отыр ғой, 2-ке бөлініп ап. Біздікінде алып беріп, біздіңде PlayStation досында. Екеуің не істеп жүрсіңдер? А че бекітіп жатсыңдар? Қай жерде намаз оқысақ болады біз арғы? Жай намаз.
балаларыңызды мақтанып талшынмен çalып жүре беріңіз. Өзіңізді өзіңіз ұстаңыз деп айтты. Өзіңізді өзіңіз ұстаңыз деп ұстап отырмыз. Келдік. Айшаны тастап, Аружанды алдық Зере екеуін. Фатиманы ешқайда тастай алмаймын, иә? Фатима менсіз жүре алмайды. Я даже не хочу. Даже не хочет, понимаете? Понимаете? Соскан саған не аузына? Айшасыз қалай болады екен енді? Своими Ал, жеттік, Мұстафа жеткенше жылап келді. Масқара енді. Балам жол бойы шыңғырып келді, жарты жолға дейін. Енді ұйықтап жатыр. Тамағын еміп алды да, сонымен ұйықтап жатыр. Қонақтан алған заттарымды көрсетен. Төф, мына үшеуінің жатысына үшеуінің. Аяқтың цветін жағайықшы. Так. Мына бағана мен алған колбаса. Мыналар тостер жасап жеп қалама деп. Торт. Мен торт жегішпін. Страшно тортты жақсы көрім. Білмей сүйік торт алаттым ғой. Маған насалат қатты ұнады ішінде. Морковны мен наданда өтіп жатыр ғой, екіншісінен де. Сосын Аружан мен Зере жейма деп тауық алдым аяғы, тауықтың аяғы. Сосын андай булочки, нан, самса алып алдым. Ағамның ауызы шары ғой, өзіміздің дастархан болғаннан кейін алып жатырмын да, бұлай спокойно айтпесе біреудің дастарханынан бүйтіп аламай қалып, мен вообще аламайым біреудің дастарханынан. Бір ұяласың ғой енді. Өзімнің ағамдікі, жеңгем, аға жеңгем болған кейін. Спокойно салып алып кетесің ғой. Үшеуі. Қандай ойнайды? Монополия? Монополия ойнап жатыр. Ой, мынау басың тартшы тек. Басың. Осыны Айшаға кеше үйретші деп едім, я деді да, сол күйі ұмыт кетіппіз ғой. 220. Плати, money, green. 250 емес 500 беріп дедің ғой сен? Мәні әдемі екен еді. Осымен видео түсіруге бола ма? Бір видео? Қызық емес бола ма? Банктан алмайсың? Дорогая. Ақшаларды айтсаңыздар. Ақшаларды. Осында ақша баса ғой. Пару украл. Бәрішін ақшамен ойнасақ. Сдача. Берішін ақшамен ойнап көрейік та. 20. Сдачу дай, сдачу, мой. Я тебе 300 дала. Не, мені ақшам айдылап атсыңдар ма? Не болды енді? Не болды енді мынау? Қайта. Осылардың ойнағандарына қарап, жатады, көз алдында адам ары бері жүрсе болды бұған. Игрушкама тиіспеңдер, мягкий игрушкама. Ай, шағын. Жатқыз! Аружан алып кетпе, Аружан, жатқыз! Байқұс баламай. Міне кетті тағы. Монополи не болды енді? Монополи. Наңғыраңдар шашып. Мұстафаның бүткіл киімдерін жинап алдым. Кеше жуық қойғам. Қазір осыларды бүктеп жинастырамыз. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Неке үш комбинезонны түктеп қойдым. Осы. Сосын мынандай комбинезоны бар. Германиядан әкеп берген. Сосын осындай. Осындайдан үшеу алып едік қой, біреуін жаңа киді сонымен. Пока әлі алмадым, енді алам комбинезондарды. Алдында естеріңізде ма, мынандай алып едім ғой. Мұстафаның киімдерін салғанға деп. Сол күйі ұмыт кеттім, бұны колясканың астында жатыпты. Соң қазір әкеліп, как раз киімдерін жөндеп жатыр едім. Осыған салам.
все киімдерінің бәрін бүктеп салатын салып маған күшті сыйып кетті. Мына өте де бір үлкен емес, кішкентай емес. Прям күшті келді. Еще біздің серый ғой, бізде спальный шы. Соның цветімен как раз күшті келді. Сол чүк еткізіп жаптық, болды, енді орнына қоямыз. Зөнем алмай қойдым деп жатыр. Енді әкелген сарқытпен чай ішіп алайық деп жатырмыз. Қараңыздар, Марғұлан Сейсенбайдың кітабын, мықты кітабын біздің папамызға подарить етіпті, қазір көрсетемін. Міне аты авторы деп қолын қойып беріпті. Кеше ғой 24-ті. Бүгін міне 25-і уже. Енді басталып жатыр да сәресі қазір. Сол папамызға осы кітабын қолын қойып подарить етті. Енді осыны оқимын бүгін. Бастаймын мен. Қолым жетпей жүрген кітаптардың бірі еді. Жақсы болды. Москвада шыққан екен бұл кітап, оказывается, бас. Нағыз маған керек. Қараңыздар, технология счастливой жизни дейді, миссия выполнима дейді. Бір коробка домашнийім бар еді. Шетінен алып ал, беке оқ қапты. Масқара. Білесіздер ғой қаяқтан алғанымды. Сол домашний алайын деп жатырмын күйеуге. Міне кухняға кием. Кухня бізде кафель ғой. Кухняға обязательно домашний киеміз. Ресін жасауға тұрдым, сүтімді істіп жатырмын. Папамыз тары жейді, в основном. Фатима айтады, холодильниктің сыртына мен енді мынандай суреттерімді емес, есептерімді жабыстырамын дейді. Бұл холодильник соныкі болды. Алдында біреу жазыпты, кешке дейін сурет жабыстырып, не ол деп жазыпты. Енді керегеге стенаға сурет салғаннан да мынау деген рахат емес пе? Баланың істегені, өзі қарайды, каждый раз кеп қарайтын аларға салған суреттеріне. Қайта магнитпен кеп қысып кетеді. Керегеге Фатима вообще керегеге сурет салған емес. Осы салатта осында кеп іліп қояды. Сол, так что ұрыспаңыздар, біз енді осындай есептер ілеміз енді. Мынандай жарайсың дегені бар. Мынандай ғой, короче. Ішінде тары, қант болады, сүтпен.